Hello everyone. Today's our theme is about have got and has got. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз have got және has got қосымшалары туралы. Оның мағынасына қарайтын болсақ, have және has ол е болу бар дегенді білдіреді екен. Адамда бір заттың немесе кез келген бір нәрсенің бар екенін айтқанда, немесе жоқ екенін айтқанда қолданамыз. Мысалы, example, you have got 2 books. Сенде 2 кітап бар делінген, иә? Бұл жерде біз have got-ты қолданғанбыз. You есімдігі, have got, ары қарай сөйлем, 2 books. You have got 2 books. Болымсыз сөйлемдерде not көмекші етістігі арқылы жасалынады екен. Мысалы, example, we have not got a pen. Бізде қалам жоқ. Бұл жерде we есімдігі, яғни біз have not got a pen. We have not got a pen. Бізде қалам жоқ. Келесі кестені қарастыратын болсақ, бірінші бағанда I, яғни мен, we, біз, you, сен, they, олар есімдіктермен have got қосымшасы қолданылады екен. Болымды сөйлемдерді қарастыратын болсақ, they have got 15 children. Олардың 15 баласы бар делінген, иә? Бұл жерде they, яғни алдымен есімдік, одан кейін have got қосымшасы, одан кейін сөйлем жалғастырылады екен. They have got 15 children. Болымсыз сөйлемді қарастырсақ, they haven't got a car. Олардың көліктері жоқ делінген, иә? Бұл жерде неге haven't деп жазылып тұр десек, ол have not-тың қысқартылған түрі екен. They haven't got a car. Сұраулы сөйлемдерді қарастырсақ, have деген сөйлемнің алдына келеді екен, одан кейін есімдік, одан кейін got жазылады, иә? Have you got a brother or a sister? Егерде бар деп жауап берсек, иә? Yes, I have. Жоқ десек, no, I haven't. Немесе no, I have not деп жауап береді екенбіз. Келесі екінші бағандағы есімдіктерге қарасақ, he, she, it есімдіктері has got пен жасалынады екен. Яғни he деген ол ұлдарға айтқанда, she ол қыздарға айтқанда, немесе it тірі емес жанға немесе затқа қолданған кезде айтамыз, иә? Has got-ты қолданады екенбіз. Мысалға қарайық. The house has got 7 bedrooms. Үйдің 7 жататын бөлмесі бар делінген екен. Ең бірінші the house-ты жазамыз, одан кейін has got 7 bedrooms. Болымсыз сөйлемге қарасақ, Daniel has not got jobs to do. Daniel'дің жасайтын жұмыстары жоқ делінген, иә? Бұл болымсыз сөйлем екен. Бұнда has not got жасалады екен. Ал сұраулы сөйлемдерге қарасақ, has деген алдына келеді сөйлемнің, одан кейін есімдік, бұл жерде he есімдігі жасалынған екен, одан кейін got a house, иә? Has he got a house? Егерде болса, yes, he has, болмаса, no, he has not, немесе қысқартылған түрі, no, he hasn't деп жасайды екенбіз. Сонымен, I, we, you, they есімдіктермен have got-ты қолданамыз, немесе болымсыз сөйлемдерде have not got-ты. He, she, it есімдіктермен has got-ты қолданамыз, немесе болымсыз сөйлемдерде has not got-ты қолданады екенбіз. Сонымен, бүгінгі тақырып аяқталды. Bye-bye.